Руслар Агырхаста Кырым-татар саяси мабюсы Амет Сулеймановны аписханеден азат етмеге ред еттілер. Владимир Вилиет махкемесі Кырымлының аписке алыну шартлары чарчевесіне келешмеген эки хасталығы олғанына бақмадан ханунсыз 12 ел апис жазасыны таздықлады. Бұ ақта адвокат Виа Корчылайжы Лиле Гемейджи Кырым бірдемлеге тешкілятына хабер етті. О Русия аписханеджелері барабарыне зыт келген тибби малюмат бергенлеріні айдынлатты. Сулеймановның мудафасы мұражат еткен мустақил эксперт аписханеджелерінің тибби хулясаларына ред етті. Аписте кардиолог ве ревматолог олмағаны себебінден саяси мабюс өмір бойы керек олған бицилин терапиясыны алып оламай. Бұндан ғайры есірлікте Амет Сулеймановның көз проблемлері мейданға келді деп айта Лиле Гемейджи. Бұнен берабер сөз бұтын беденінде қан дамарларының зарар көрмесі ақтады кете. Це свідчить, що у тлі постійно високого тиску відбуваються зміни у зорі. Він не може довго читати, писати, у нього постійно сльозяться очі. Почастішали випадки, коли після сну він виявляє в носі кров, що запеклася, і подушку в крові. Йому не проводять адекватного медичного обстеження та не призначають препарати, лише збивають симптоми. Амет Сулейманов Кырым бірдемлігінің ватандашлық журналистідір. О қанунсыз аписке алынмаздан евел Русия хавсызлық күшлері тарафындан Кырымлаларының тынтувлері ве тұтылмалары ақта хабер береді. Юрек, ашқазан, ақжигер хасталығына ве атта бұғымларының еқылуына бақмадан она 12 ел апис жазасы берілді. Идея етілген терроризм қабатлавларнен ағыр шартлы колонияға йолланылды. Амет Сулеймановның да сақатлығы бар, ама 2015 сенесі Москвада амелият кечірмеге ред еткені себебінден бұл сақатлықны лягу еттілер. Чүнки о системалы сүретте тедавиленгені Киевде амелият кечірмеге планлаштырған еді. Ишгалжилер апансыздан Херсонесте ачы хавадаки сергелерні лягу еттілер. Чекеп алынған қорықның елбашчылығы бұны ақерда февкуледе вазиет кірсетілгенінен аңлатам. Дегенлеріне көре бұқывы сыңырлавлар июль айы бойынша девам етежек. Билетлеріні есе қайтармақ мүмкін олажақ. Хатырлатамыз ки кечкен сене Херсонес Таврийский қорық территориясында рус арби құручылары тарихи археологик парк деп адландырылған паркны құрмаға башладылар. Асылында есе бұ бина, анда тюккенлар, хавеханелер, театр, амфитеатрлер, атта ортодокс музейде бар. Херсонес Кырымда дүния әмиеті статусына сайып болған екене ЮНЕСКО обидесідір. Ама құручылық ясақ етілгеніне бақмыдан руслар қорықны тешвиқат ве эглинже зонасына чевермеге девам етем.